2020 жылы Қазақстан темір жолына 116 жыл толды. Елімізде алғашқы рельстер салынғаннан бері темір жол көлігі қарқынды дамып келе жатқан салалардың біріне айналды. Ұзындығы 21 мың шақырымға созылған болат жолдар еліміздің сан қилы бұрыштарын тоғыстырып әкеп бір желіге түйістірді. 70% жүк тасымалы мен 60% жолаушылар сапары осы темір жол арқылы жүзеге асуда. Қазіргі кезде ел тұрғындарының 1%-ға жуығы құрыш даңғылдың бойында нәпақа айырып жүр. Солардың ішінде темір жолшылардың бірнеше ұрпағын тәрбиелеп өсірген байырғы әулеттер де аз емес. Құрметті жолаушылар, Алматы-Оральск бағытындағы 51-ші тұлпар-тальгі жүдек пойызы екінші жолға келіп тоқтайды. Вагондардан санреде пойыздың басынан басталады. Тасымалдаушы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы. Пойыз отырғанша вагондарға жақыныңыздар, сақ болыңыздар. Біз Ибраевтар әулетінің негізін қалаушы, менің әкем Ибраев Қонысбай Райымбекович өзінің еңбек жолын бастаған 20-шы жол станциясының аумағына келдік. Ибраева Роза Қазақстанның темір жолына өз өмірінің 35 жылын арнаған кісі. Еңбек жолын сигналшыдан бастаған ол, бүгінгі таңда жүк вагоны паркындағы ірі оператордың филиалын басқарады. Роза Қонысбайқызы Қазақстандағы өсіп өнген темір жолшы Ибраевтар әулетінің өкілі. Бұл әулеттің жалпы еңбек өтілі 400 жылдан асып түседі. Бүгінде марқұм болған Ұлы Отан соғысының ардагері Қонысбай Ибраев ата осы әулеттің негізін қалаған. Ол кісі Қырым түбегіндегі Симферополь, Севастополь, Джанка сияқты қалаларды азат етуге қатысқан. Соғысып жүріп 2 рет жарақат алған ардагер жеңісті Кёнигсбергте алды. 1945-48 жылдар аралығында Кеңес армиясы қатарында қызмет етіп, Украинада болды. Ол жерде бандерашы қылмыскер топтармен күрес жүргізді. Соғыстан кейін елге оралып 17 жастағы бойжеткен Бижамал Раис қызына үйленіп, екеуі 12 перзент сүйді. Осы тұрған 20-шы жылдың бір қабатты ғимаратында 1953 жылдан бастап әкем бас бухгалтер болып қызмет істеген екен. Бала кезімнен есімде қалғаны мұнда тұрған касса, мына жерде бухгалтерия болды. Мен осында келіп отырып алып, сурет сызып, әкеме қарап отыратынмын. Шыны керек, сол кезде әкеме таң қалатынмын. Мен оны үлгі тұтатынмын. Оның еңбекқорлығы мен табандылығына қайран қалып, пір тұтатын ем. Бала кезімде естіген өсиетті өмір бойы жадымда сақтап келдім. Әкем екеуміз серуендеуге жиі шығатынбыз. Денсаулыққа пайдалы болғасын көбіне жаяу жүруге тырысатын. Мені мектепке дейін шығарып салып, әрі қарай жұмысына баратын. Бір күні маған бұрылып тұрып, қызым, неге артта қалып қойдың? Ешқашан елдің артында қалмай, әрдайым алдыда жүруің керек. Бұл сенің болашағың. Алдыға қарай ұмтылған сайын мақсаттарыңа жете білесің, деді. Бүгінде темір жол саласында Ибраевтар әулетінің 4 ұрпағынан тараған. Жалпы саны 22 болатын Қонысбай Райымбековичтің бала-шағасы, немере шөберелері қызмет етіп келеді. Қайырлы күн. Сіздерді вокзалымызда көргенімізге қуаныштымыз. Қостанай қаласының вокзалы торапты станция. Мен Ибраева Бибегүл Қонысбайқызы, Қостанай вокзалының басшысымын. Қостанай қаласының темір жол вокзалы Кеңес үкіметі кезіндегі сәулет өнерінің ерекше ескерткіші. 1974 жылы салынған бұл ғимараттың жобасы мен құрылысына атсалысқан сәулетші, инженер және құрылысшылар бригадасы КСРО министрлер кеңесінің сыйлығымен марапатталды. Қостанай темір жол вокзалының ғимараты әу баста әуежай, темір жол вокзалы және автовокзал сынды тасымал жолдарын біріктіруі керек еді. Бас кіреберісті ұшақ қанатына ұқсайтын ұзындығы 15 метрлік темір бетоннан жасалған шатыр жауып тұр. Ғимараттың жалпы аумағы 7346 шаршы метрді құрайды. Вокзалда 2 жолаушы платформасы және 11400 шаршы метрді құрайтын қосалқы алаң бар.
Біз дәл қазір Қостанай темір жол музейінде тұрмыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына стендте 175 жыл қызмет еткен Ибраевтар әулетінің еңбек өтілі көрсетілген. Музей 2007 жыл бой көтерді. Мен Қостанай темір жол саласында 175 жыл бойы елеулі еңбек етіп келген Ибраевтар әулетінің 10-шы ұрпағымын. Бибігүл Ибраева темір жол саласында 28 жыл бойы қызмет етіп келеді. 1992 жылы училищені бітіргеннен кейін Құсмұрын ауылының вокзалында билет сататын кассир болып жұмысқа тұрды. Менің алғашқы қызметім осы билет сататын кассадан басталды. Ол кездегі билеттердің жазуы ұсақ болатын. Әлі көз алдымда дәу қайшымен қиып үлгеруге тырысатынбыз. Кейін Ибраевтар әулетін қызмет бабымен Құсмұрын ауылынан Қостанай қаласына ауыстырады. Содан Бибігүл темір жол шаруашылығының инженері болып қызметке тұрады. Кейін бөлім бастығы, артынша Қостанай қаласының темір жол вокзалының басшысы ретінде тағайындалады. Бүгінгі күні Бибігүл Қонысбайқызының жұмыс нысанына Арқалықтан Қостанайға дейінгі барлық 20 темір жол станциясы кіреді. Мынау менің үйім. Мен мұнда 1963 жылы 5 тамызда дүниеге келдім. Құсмұрын станциясы деген міне осы. Темір жол ауруханасы осы жерге жақын орналасқан. Мен сол ауруханада темір жолшылар күні, яғни тамыз айының 5-інде дүниеге келдім. Бәлкім, осы салаға қызыққаным да содан болар. Құсмұрын ауылы Қостанай облысының Әулиекөл ауданында орналасқан. Бұл қоныс 1939 жылы қазақ ғалымы және ағартушысы Шоқан Уәлихановтың балалық шағы өткен аймақтағы Казак ауылының ескі бекінісіне жақын жерде салынған. Сонау 1985 жылы Алматы институтын тәмамдағаннан кейін Құсмұрын станциясына көшіп келдім. Барымды салып кіріскен менің алғашқы жұмыс орным міне осы. Міне біз вокзал ғимаратына кірдік. Заманға сай жөндетіліп, жаңартылған. Кеңес заманында мұнда түрлі картиналар, фрескалар ілулі тұратын. Төбесі де биік болатын. Әдемі аспалы шамдар осы жердің сәнін келтіріп тұратын. Қандай тамаша, сол заманның тынысын беретін. Бұл менің бұрынғы кабинетім. Қазір бұл Құсмұрын станциясының басшысы Мурзасиитов Оралбек Сұлтанбекұлының кабинеті. Қазір ішке кірейік. Сәлематсыз ба? Оралбек. Көріспегелі қай заман. Рады. Қандай? Жұмыспен келіп қалдыңыз? Жұмыспен. Бұрынғы кезде еске алайық дедік. Неше жыл сіз маған осы нені тапсырғандан кейін уже 20-30 жыл болып кетті. 30 жыл. Құсмұрынның тарихы қазақ темір жолының дамуымен, атап айтқанда Ақмола Қарталы темір жол желісінің құрылысымен тікелей байланысты. Құсмұрын станциясы Ұлы Отан соғысы кезінде майданға сарбаздар аттанатын, Приозерный карьерінен көмір тасымалдайтын темір жол торабы болатын. Тың жерлер игеріле бастаған 50-ші жылдардың ортасында станциядан Қостанай облысының алқаптарынан жиналған астық жіберіле бастады. Сол кезде Қостанай темір жол бөлімінің басшысы Чернявский Иван Деминяневич болатын. Міне, мына суретте генерал формасын киіп отыр. Бұл 1958 жылы Қазақстанның миллиард пұтынан өндірген кезде түсірілген сурет. Бұл өнімдер тиелген вагондар
Қостанай филиалының Құсмұрын темір жолы арқылы тасымалданған болатын. 10 жолдан маневрлік тепловоз өткел тұр. Сақ болыңыздар. Ибраевтар әулетінің тағы бір ұрпағы Бауыржан Мұрзасейітов те өз еңбек жолын Құсмұрын станциясынан бастады. Әскерден қайтып оралған соң әскери қызметті жалғастырам деп ойлады. Алайда қаһарманымыз айтқандай, жүрек түкпіріне ұялаған сол құштарлық осы әулетті темір жол саласымен біте қайнастырып жіберді. Бауыржан станцияға пойыз құрастырушы болып жұмысқа тұрғаннан бері 27 жыл өтті. Бүгін Тоғызақ станциясының басшысы болып қызмет атқарады. Мынау алдымызда тұрған станцияны басқару пульті. Оның әрбір тетігі, әрбір белгісі осы станцияның жүрегі десе де болады. Басында бұл пультке жақындаған кезде мен қатты қорқатын едім. Қаншама механизмді құрайтын бұл аппаратпен қалай жұмыс істеймін деп таңғалатынмын. Бірақ уақыт өте келе, тіпті бір айдың ішінде-ақ мен бұны игеріп алдым. Перронға өтейік. Сіз де мұнда станция басшысы болып қызмет еттіңіз ғой. Тепловоз станцияға келді. О, маневрлік локомотив. Құрастырушы әлі сол баяғы кісі ме? Сен барда жұмыс істеді емес пе? Я айтпаңыз. Кезінде мына локомотивке оп-оңай аяқ мініп алушы ек. Міне, мынау біздің локомотив. Біраз жүріп өтейік. Станцияны көріп, көзімізге жас келеді ау. Алматыдағы оқуымды аяқтағаннан кейін мені Құсмұрын станциясына жұмысқа жіберді. Еңбек жолын сигналшыдан бастадым. Жоғарғы білімімнің барын ескеріп, қызметімді көтере бастады. Содан әуелі кезекші, кейіннен станция кезекшісінің көмекшісі, артынша станция кезекшісі болып жұмыс істедім. Кейіннен басшылар ауыса бастады. Қостанай филиалының бастығы Рубинштейн Құсмұрын станциясына жаңа басшы тағайындағысы келді. Еш ойланбастан сол қызметке тұруға өтініш жаздым. Ол кезде жасым 25-те еді. Сол кезде ұсынған бағдарламам бірінші және екінші жолдар арасында жолаушылар платформасын салу. Осы аумақты электрлендіруді құрады. Электровоздар қалааралық пойыздардың қозғалысына бөгет болмау тиіс еді. Вагондар депосына апаратын тетіктерді электрлендіруді жөн көрдім. Бәрі мені өрімдей жас қыз болғасын, қолымнан келмейді деп ойлайтын. Алайда Құдай оңдап, мені осы қызметке тағайындады. Ескіден құтылып жаңаға ұмтылғысы келді. Осының бәрін жүзеге асыратыныма ешкім сенбеді. Еңбектің тері ащы, наны тәтті демекші, мен дайыннан емес, бәрін нөлден бастадым. Ибраевтар әулетінің әрбір мүшесі өз мансабын ең төменгі сатыдан, яғни қара жұмыстан бастағанын мақтан тұтады. Еш қайсымыз тегіміздің арқасында бірден жоғарғы лауазымды орынға отыра қоймадық. Бәрі еңбек жолын пойыз құрастырушы, немесе сигналшы, станция кезекшісі сынды әртүрлі қызметтерден бастады. Роза Қонысбайқызының баласы Ибраев Азамат еңбек жолын енді бастап келеді. Университетті аяқтаған соң Қостанай станциясына жүктерді тапсыру қабылдаушы болып жұмысқа тұрды. Еңбек өтілі 2,5 жыл. Азамат болашаққа сеніммен қарайды. Бәрі енді ғана басталып келеді. Бәрі алдыда. Маған жұмысымда, жұмыс орнымда ұнайды. Отбасымызда ешкімнің көмегіне жүгінбей-ақ өз маңдай термен еңбек етіп, бүгінде жақсы қызметке қол жеткізе білді. Міне, менің анам айтқандай, жұмысыңды жетік білгің келсе, төменгі сатыдан бастада біртіндеп жоғары қарай көтеріл. Сол кезде таптырмас, нағыз маман иесі бола аласың. Міне, осы сөз менің ұстанымым.
Ысқақова Динара, Ыбыраевтар әулетінің 3-ші ұрпағы. Қостанай темір жол вокзалында 2006 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. 14 жылдың ішінде бухгалтерлік істі, инженерлікті, техникасын жетік меңгерді. Бүгінде Динара техникалық бөлімде инженер болып жұмыс істейді. Және станцияны сумен жабдықтау, жылыту және жарықтандыру жүйелерінің жұмысына жауап береді. Менің ойымша, вокзал тірі ағза іспеттес. Оның тоқтаусыз жұмыс істеу үшін мен барымды салып жүрмін. Мен өз жұмысымды маңызды деп санаймын. Өйткені біз жолаушылар өздерін жайлы сезініп, қызметімізге риза болу үшін қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз. Жұмысымызда ешбір мін болмасын дейміз. Райымбекова Гүлнар, темір жол шаруашылығы бөлімінің инженері. Жолаушылармен жұмыс істеу, қызмет көрсету, пойыздарды қарсы алу және жөнелту оның міндетіне кіреді. Ол темір жол саласындағы қызметін 26 жыл бұрын бастады. Марқұм әкем локомотивті депоның бас инженері болып қызмет істеді. Қызым, сен де өмір жолыңды темір жол саласына арнауың керек. Өйткені бұл салада анаң екеуміз ата әжеңнің 100 жылдан аса еңбегі бар деп айтқан сөзі әлі есімде. Қостанай қаласының керемет темір жол вокзалымыз жылдан жылға гүлдене берсін. Бұл жер біздің жанымыздың бөлшегі. Бұл ғимараттың әрбір тасы, әрбір платформасы, әр бағанасы ұмытылмас естеліктерге толы. Әр терезесінің өзі ыстық. Дәл осы жерден кетігімді таптым. Формаңды киіп ап, вокзалдың бойымен жүргенде, жолаушыларға қарасаң, олар көзіңе өз туғаныңдай боп көрінеді. Сол кезде темір жолшы болғаным, осында жұмыс істейтініме мыңда бір шүкір, барым да нарым да осы деп ойлайсың. Бұл жерде мен өзімді өте жайлы сезінем. О, шай қайнады, келіңдер. Қане шай ішейік. Төрлетіңдер. Келіңдер қане. Қызым, мынау кім? Бұл Роза тәте мен әжем. Әженің аты Бижамал. Бұл Роза тәте. Міне, мынау әжем. Қане шайға келіңдер. Келіңдер, шай ішеміз. Келіңдер. 400 жылдан астам тарихы бар осы әулеттің қазіргі жас буыны, жиендерім, сіңлілерім осы салада оқып қызмет етіп келеді. Айрандай ұйыған отбасымыздың керегесі кеңейіп келеді. Көңілді отырыстарымыз көп болады. Ибраевтар әулеті бір дастархан басында жиналғанды жақсы көреді. Әдетте өзге отбасылар дастархан басында жұмыс жөнінде сөйлескенді жөн көрмесе, бұл темір жолшылар әулеті керісінше жұмыс күндері жайлы аузының суы құрып айтады. Бұл жай ғана бастан кешкен күлкілі, қызық жағдайлар емес, бұл үлкеннен кішіге берілетін өсиет. Әулеттің жас буыны осы әңгімелерге әлемнің ешбір оқуы татымайды деп айтады. Ұрпақтар сабақтастығы деп осын айт. Бала кезімнен пойыз дыбысына үңіліп, ұйқыға бататын ем. Құлағыма майдай жағатын. Алматыға пойызбен жиі жол жүретінбіз. Анам мен ылғида өзімен бірге алып жүретін. Кейде Құсмұрынға әжеме барып тұратын ек, соған мәз болатынмын. Пойызда уақыт өткізген ұнайтын. Темір жол лебізі маған ерекше көрінетін. Менің әкем қысылтаяң кезде тыным таппай еңбек етіп, көздегеніне жете білді. Бізді ештеңеден кенде қылмай осы күнге жеткізді. Әрбір жетістігімізге қуанып, бізді мақтан тұтатын. Әулетіміз үлкен. Ата-анамыз бізді жастайымыздан отан сүйгіштікке баулап өсірді. Отан үшін барымызды беруге дайынбыз. Ешқайда кетудің керегі жоқ. Қазіргі жастар оқу бітіре салған бойда
туған жерінен жырақтан кетуге асығады. Ал 4 құбыламыз түгел болып, бәріміз осында жұмыс істеп жүрміз. Әлі де жұмыс істейміз. Өйткені қасымда әріптестерім бар. Темір жол бұл менің өмірім. Ибраевтар әулеті темір жол саласында тек мықты мамандар ғана жұмыс істей алатынын айтады. Қиын болса да беделді жұмыс. Өйткені темір жол жүк және жолаушы тасымалдауды ғана емес, сонымен қатар жұмыс орындарымен қамтамасыз ететін елдің әлеуметтік экономикалық дамуының маңызды факторы болып табылады. Сондықтан әулеттің әрбір өкілі өз жұмысына қол сілтеп қарамай, тыңғылықты істейді және мұны мемлекет алдындағы борышы деп біледі. Әр мамандық өз алдына ерекше болып келеді. Алайда темір жол саласы жаныма ерекше ыстық, теңдесі жоқ сала. Осы мамандықты таңдағаныма бір сәтке де өкінген емеспін. Еңбек жолымды 1992 жылы өрімдей жас кезімде билет сатушы болып бастап, бүгінде де темір жол саласының дамып көркеюіне үлесімді қосып келемін. Бауыржан, келгеніме өте қуаныштымын. Балалық шағым әлі есімде. Осында келіп, суға шомылып, тау тастар алап, мойыл, ит мұрын жинаған күндері ай шіркін. Я... Мына жер ата бабамыздың жері. Ана жердегі тоғайды көріп тұрсыңдар ма? Сол жерде хан жатқан ауылы болатын. Әкем сол жерде 1925 жылы дүниеге келген. Мына жердің табиғаты тамаша ғой шіркін. Бұлақ, тоғай, көл де бар. Жаз сайын осында демалуға келіп тұрамыз. Бұл жердің ауасы таза, табиғаты көркем. Мұндай ғажапқа қанша қарасаң да көзің тоймайды. Қай жерде жүрсең де, өзіңнің туған жеріңді еске салатын жусан иісі сені үнемі өзіне тартып тұрады. Туған жердің топырағы, суы мен ауасы, түтіні де қымбат, жанға шипа. Ибраевтар әулеті хан жатқан аймағына тамыр жайған. Бұл алқаптар қазақтың соңғы ұлы ханы Кенесары Қасымов бастаған ұлт азаттық қозғалысымен танымал. Казактар батальоны жайғасқан Құсмұрын қамалы міне, мына жақта болатын. Кейін Кенесары сұлтан Есауыл Федорды жекпе-жекке шақырып, оны жеңіп, қамалды өзіне қайтарып алады. Жеңіліс тапқан Есауыл қамалды тастап, есіл жаққа қарай жол тартады. Осындай дүркін жеңістен кейін Кенесары ханның қол астына жан жақтан сарбаздар жинала бастайды. Патшалық отарлау саясатына қарсы тұратын үлкен, жойқын күшке айналды. Міне, осындай тағылымды тарихты қойнауына жасырған өлкеде дүниеге келгенімізді біз бәріміз мақтан тұтамыз. Бұл біздің туған жеріміз, отанымыз. Ананың ақ сүтімен сіңген патриоттық сезім бойымыздан бір сәтке де алыстамаған. Содан болар шетел асып, Қазақстаннан кеткіміз келмейді. Туған жеріміз оттан да ыстық. Біз мұнда өстік, осы жерде білім алдық демек, мемлекетіміздің дамуына үлес қосуымыз керек.